Қызылордалық КамАЗ жүргізушісі Баймаханов Олжас 10 жыл бойы шебін тасып жүріп, кенеттен миллиардер болып шықты. Аяқ асты байып кетуінің қыр-сырын тілшіміз біліп қайтты. Ей, қызыл болмаса вертолетті алмай-ақ қой. Давай, 10 жыл КамАЗ айдаған мо мен. Жаңақорғаннан Шиелден шебін тасып жүрдік о баста. Рейс қуып, содан қалада кешкілік бір клиент срочно шебін әкел деп қалды маған. Анау Ағаш базар, шебін базарына өтесінде Мұстафа Шоқайдың түпкірінде кран заводы бар ғой. Асфальт заводтар бар, бетон шығаратын заводтары бар. Тағы анау шлакоблок кияды, балластары бар. Соларға бардым, бір рейс тиеп алдым. Мен палатка жабу керек қой енді КамАЗдың үстіне. Палатка жауып жатыр едім, қарадым білден жылтырдайды. Мынандай алтындар шығып жатыр. Мен басында білдіртпей тасып жүрдім. 10 рейсте осындай 70-80-нен шығып жүр, 70 штук, 80 штук шығатын, 100-ге дейін шығатын тұғымнадай алтын. Осы күндері жыным келіп жүр, кран заводына бар емес па? Жұмысты қойған. 15 штук бір рейстен қалып жүр мынау. 10 штук қалып жүр. Бұл бүйтіп бола беретін болса, маған не выгодно ғой рейсінен 15 штук, 10 штук қалып тұрса деген. Соны сатып ала салам ғой соған қарағанда завод соламаймен ше. Шебенгүл Баласова, Надежда Самосвалова, ПТК арнасы.